Төлен әбдік, бір күндік ашу. Қайсы бірде ойлап отырсаң, адам өмірінде бір-ақ рет оңбай қатты ашуланатын тәрізді. Өйткені өмір бойғы қуаныштар мен реніштердің ішінде қайткенде де біреуінің шоқтығы биік болып қалатыны анық қой. Совхоз құрылысына машинамен су тасып жүрген Ордабек бұдан бұрын талай ыстық суықты басынан өткерсе де, бүгінгі ашуын осындай бір-ақ рет болатын оқиға деп ұққан еді. Бүкіл көңілін жанашыр аяныш сезімі мен өшпенділік сезімі қатар билеп іштей бір күйзеліске енген. Нәрестедей уылжыған аңқау, үндемейтін Айгүлді мәңгілік сәбидей көретін. Баланың өсуі деген мүлде көзге көрінбейтін дүние ғой. Әйтпесе, 10 жылдықты былтыр бітірген, қазір кітапханада істейтін Айгүлді тап Ордабектің пікіріндегі Айгүлмен теңестіруге ешкімнің келіспейтіні сөзсіз. Шынында, ол соқтауылдай қыз. Бірақ мұны айтқан адамды Ордабек барынша ұятсыз, ардан безген біреу деп білер еді. Ордабек қарындасымен көп сөйлеспейтін, өмірінде жақсы көретінін айтып, еркелетіп көрген жан емес. Алайда, өзі үндемеген сайын қарындасын іштей аялай түсетін. Ал бүгін төбесінен жай түскендей. Жұмысқа келген студенттердің біреуі Айгүлге сөз салып жүр екен деген хабарды естігенде, табиғатында жоқ бір долылықпен түтігіп, тіпті жыларман халге түскен. Бұл масқара ғой, кішкентай баланы, деді әрі ойлауға батылы жетпей. Осыны ол шүпілдеген құдықтан кеңірдек секілді жуан шлангамен су сорғылап тұрып та, үрілде отырып та, құрылыс іргесіндегі үлкен астауға су құйып тұрып та басынан екелі шығара алмады. Адамдар мұнша арсыз болады деп ешқашан да ойламаған-ды. Оның ойында не бар әлі? Түк жоқ. Бала, сөз айту деген тұсқа келгенде Ордабек өз ойынан өзі ұялып, қызарып кетті. Іле-шала ол қып-қызыл ашуға айналды. Шланганы көтеріп алып, машинаның белінен асыра бар күшімен лақтырып жіберді. Күн шыжып тұр еді. Көлеңке ұзара бастаған кез, кеудесіне дейін жалаңаштанған мойынсақ жас жігіт жотасы жалтырап, көлбе ойылған тақтай бойымен шелектеп, лай тасып барады. Балшық араластырып тұрған толық әйел кетпенін құрғақ жерге сұлата салып, көлеңкедегі шелектің ернеуінен тізерлей отырып су ішті. Түрегеліп шолақ қамзолының астарымен аузын сүртті де қайтып келіп кетпенін алды. «Әй, Ордабек!» деді айғайлап. «Астау толды, кідіре тұр енді!» Ордабек машинасының көлеңкесіне отырып, қалтасынан папирос алды. Ыстықтан жіпсіген маңдайын жеңімен ыса салды да кір жиып жұмыс істеп жатқандарға қарады. Шылымын тұтатып бір жан бастап, қолымен жер тірей отырды. Кішкенеден соң көкпектің ескі түбірін жұлып тастап, сол орынға шынтақтап қисая кетті. Тұла бойын құрыстатқан бір жын әлі тарқар емес. «Сендерді ме?» деді кенет, ызадан сұп-сұр болып. «Көрсетермін мен сендерге. Тұра тұр!» Қолдары қалтырап, қазір төгелесетіндей басын көтеріп алды. Кірпіш үйдің тасасынан шыға келген жуан қарын диспетчер: «Ордабек-ай!» деді қырылдай сөйлеп. «Мені 3-ші фермаға апарып келесің бе?» Ордабек үндеген жоқ. «Жоқ, кешке қарай. Саған қазір апар деп тұрғам жоқ қой». Ордабек бұған да жауап қайтармады. «Ей, тілің байланып қалды ма? Кімге айтып тұрмын?» деді енді ол кейіп. Ордабек басын шайқады. «Уақытым жоқ», деді диспетчер кетіп қалғаннан кейін. Алдындағы селдір шығырдың бір талын сындырып, өзі де байқамастан аузына салып тістелей бастады. Ащы дәмін сезініп, лақтырып тастады. Жарты сағаттан кейін самарқау орнынан тұрды. Шаң-шаң болған шалбарын екі қолмен кезек-кезек қағып, маңдайына түскен кепкасын шалқайта нығыздап киіп, рөлге отырды. Бұрында көп сөйлемейтін Ордабек кешке дейін осылай ешкімге тіл қатпастан кете берді. Кешкілік жұмыстан шығысымен түнделетіп, совхоз орталығындағы үйіне келді. «Айгүл қайда?» деді келе салып. Айгүл клубқа кеткен. «Ертең әлгі жұмысқа келген студенттер кетейін деп жатыр ғой. Солар концерт қояды дей ме? Кеткен әйтеуір бірдеңе» деп. «Жалғыз ба? Енді кіммен барушы еді?» Ордабек әйеліне ала көзімен бір қарады. Жолдағы шылапшынды салдыр еткізіп шыға жөнелді. Қараңғы көше бойымен клубқа қарай тура жүрді. Алыстан тоқылдаған мотор үні естілді. Клубтың есігінің алдында бейтаныс студент жігіттер тұр екен. Ордабек бүгін концерт деген жарнама жапсырылған есікті жартылай ашып, ішке кірді. Дәліз ішінде әлденеге сыбырласып тұрған ауылдың екі жігітіне тақап келіп амандасты да: «Біздің Айгүлді көрдіңдер ме?» деді сыбырлап. «Отырған», деді біреуі залдың есігін көрсетіп. «Бағана отырған». Ордабек шағын қапырық залға кірді. Залда ине шаншар жер жоқ. Түрегеп тұрғандар бірін-бірі кимелеп, сахна жаққа мойындарын өлгенше созады. Ордабек те өкшесін көтеріп сахнаға қарап еді,
галстук таққан ұзын бойлы бұйрабас жігітті көрді. Концерт жүргізіп тұрғаны, тақпақ айтып тұрғаны белгісіз, әйтеуір ыржия күліп бірдеңе деп сөйлеп тұр. Онан соң сығалап залға қарады. Жуық маңнан Айгүл көрінер емес, алқынып, қатты жүргендіктен терлеп те кетті. Мына залдың іші не деген ыстық. Тағы да өкшесін көтеріп сахнаға қарады. Кегжие мойны да ауырып қалды. Ақыры түк көре алмаған соң сыртқа шықты. Концерттің аяқталуын күтіп, есік алдында әрі-бері жүрді де, «Жарқыным, ойындарың қашан бітуші еді?» деді бағанағы студенттің қасына келіп. «Әлі біраз бар ағай, басталғаны көп болған жоқ». Солай ма? Жоқ, бәрібір күтемін, деп ойлады тағы да. Отырамын осы арада қашан аяқталғанша. Сағатына қарап естіртіп. Әлі біраз бар, деді де клубтың іргесіндегі ағаш арасына қойылған орындыққа кеп отырды. Қараңғы болғандықтан орындықтың өзін сипалап жүріп, әрең тауып алды. Отырамын осы арада қашан аяқталғанша. Қараңғыда әр жерден шылым оттары жылтырап, аллея бойымен қыдырған адамдардың қараңдаған бейнелері көрініп қалады. Көрші орындықтардың бірінен біреулердің баяу сөйлескен дауыстары әлде қайдан гитара үні естіліп тұр. Ордабек көз алдына қазір концерттің аяқталатынын, адамдардың сыртқа шығатынын, қарындасының да шығатынын, бір кезде әлде қандай бейбастақ бір жігіттің Айгүлдің соңынан қалмай бірдеңелерді айтып, жұрт көзінше жәбірлейтінін, осы кезде өзінің әлгі жігітті бүре ұстап, құлақ шекетін аямай бір соғатын елестетті. Екіншіде кімге соқтығарын біліп жүрсін, көргенсіз. Көрші орындықтан: «Менің не айтпақ болғанымды білесіз бе?» деп сыбырлады әйел үні. «Жоқ», деді жігіт үні. «Шынымен, осы уақытқа дейін түсінбедіңіз бе?» «Жоқ». «Биге шақырғанда да?» Әйел өндірілдеп. «Осы араға келсін деп кісі жібергенде де сонда да түсінбедіңіз бе?» «Мен қайдан білейін?» деді еркек үні тұншыға сыбырлап. «Кел дедіңіз, келдім». «Қалайша түсінбейсіз? Қалайша?» Әйел үні естілмей кетті. «Түу, шайтан!» деді еріксіз Ордабек ішінен. «Қалай ұялмайды өзі? Қыз деген былай... Не деймін мен енді?» деп сыбырлаған еркек үні естілді. «Мені жақсы көретініңе бәріне сенейін, бірақ айтып тұрмын ғой, менің сүйген адамым бар». Ордабек қараңғыға тесіле қараған күйі мырс етіп күліп жібере жаздады. Себебі сүйген деген сөз көрер көзге жалған айтылғандай тым қолапайсыз шықты. Осы бір сөзді өз табиғатымен, өз болмысымен кісі сенетіндей етіп айтып берудің қаншалықты қиын екенін Ордабек бұрыннан білетін. «Сүйем демеу керек, ұнатам деу керек», деді ішінен. «Соның өзі жетіп жатыр». Сізді деп бастырмалатқан әйел үні естілді әлгі тұстан тағы да. «Ең алғаш көргеннен бастап, тек сізді ғана, маған басқа түктің керегі жоқ, тек...» Баяу есіп тұрған түнгі самал ұйытқып кетіп, ағаш жапырақтарды сусылдай жөнелтеді. Ордабек жел тынған кезде еркек үнін тіпті анық естіді. «Саған өтірік айтуға менің арым жетпейді. Түсінемісің осыған? Қамықпа, ал жақсы енді. Менің сахнаға шығуым керек, Айгүл». Ордабек селк ете қалды. Айгүл деген үн тауға жаңғырықтаған дыбыстай әп-сәтте санасында бірнеше қайталанды. Айгүлдің булығып жылаған дыбысы келді. Осы кезде жылан шағып алғандай орнынан ата жөнелген Ордабектің жан дүниесі адам айырылықтай еді. Ешкім көрмей тұрғанда осы арадан тезірек қашып құтылғысы келгендей жүгіре басты. Есік алдында тұрған студенттерге көрінбеу үшін клубтың сыртымен кетті. Ол өмірінде тап бүйтіп абыржып көрген жоқ еді. Болмашы бірдеңені де пайымдауға үлгере алмады. Өз үйіне тақағанда барып дуылдаған шекесін басып, жүрісін баяулатты. Ентігіп, қалтасынан орамалын алып, терін сүртті. Тоқылдаған мотор үнін естіді. «Қалайша бұл?» деді есін жиып. «Қалайша бұл? Кім ойлаған? Тіпті япыр-ау, сонда сөз салып жүрген жігіт емес, Айгүлдің өзі болғаны ма?» Ордабек үйінің алдындағы ағаш жаңғырықта мұңайып ұзақ отырды. Іштей жаңылып, іштей түзелетін барлық тұйық мінезділерге тән бір қасиетпен бұл да әлгі оқиғаның жай-жапсарын ақылға салып таразылап отыр. Кенет ол Айгүлдің де біреуді ұнатып, біреуге ғашық болуы мүмкін-ау деген ойдың осы уақытқа дейін басына қалай келмегеніне қайран қалды. «Ғажап», деді басын көңілсіз шайқап. Кеудесін кернеген қызғаныштан шымырлап жүрегі ауырды. «Ғажап», деді тағы да. Үйге кірісімен кетесің бе деген әйелінің сұрағына жауап берместен бір кесе ашыған көжені дем алмастан сіміріп салды да келген ізімен қайта тартты. Ай әлі туа қоймаған. Туырлықтың тесігіндей
жылтыраған серек жұлдыздар ғана көрінеді. Басын кабинадан шығарып желге тостым. Анда-санда шабындық жиегінен түнгі торғайлар лып етіп ұшып кетеді. Бірен-саран қосаяқтар жарыққа ентелеп, жол бойымен секектеп, машина жақындап қалғанда ғана жолдан бұрылып кетеді. Ордабек қалтасынан темекі алып тұтатты. Жүрегінің тереңінен мұңдылау бір сезімдер құйылып, бір кезде өзінің де алғашқы махаббатының сәтсіз болғанын ойлады. Нәрестедей пәк қарындасының әлгі бір тұншыға жылаған үнін есіне алған сайын ет жүрегі езіліп, елжірей түсті. Тұңғыш рет құшақтап, бауырына басқысы келді. Өмір деген осы деп арқасынан қағып, жұбатқысы келді.